Қазақстанда темекі өнімдері қымбаттайды. Қаржы министрі осыған байланысты бұйрық жобасын ашық нормативті құқықтық актілер порталына жариялады. Онда 1 шілдеден бастап темекі бағасын өсіру ұсынылған. 20 фильтрлі, фильтрсіз сигаретке, папиростарға, сигарилаларға және қыздырылатын темекісі бар бұйымдарға 2024 жылға 1 шілдеден бастап, 2024 жылға 31 желтоқсанды қоса алғанға дейін 820 теңге, 2025 жылға 1 қаңтардан 870 теңге мөлшерінде ең төменгі бөлшек сауда бағалары белгіленсін делінген бұйрық жобасында. Айта кетейік, президент Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне денсаулық сақтау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойды. Жаңа заңда жастардың құрамында никотині бар заттарды тұтынуына тыйым салу, оған тосқауыл қою мәселесі де қамтылды. Шегуге келмейтін темекі өнімдерін, вейптерді, хош иістендіргіштерді және оларға арналған сұйықтықтарды сатуға, таратуға, сондай-ақ оларды жарнамалауға тыйым салу қарастырылған.